И сәлем достар, сіздермен бірге мен Майк Миллер. Бүгін сіздердің сұрауларыңыз бойынша футбол, яғни Pro Evolution Soccer 2016 ойнайтын боламыз. Кеттік. Менің арнамда спорттық ойындарға көп шолу жоқ болғандықтан, бүгін міне алғашқы шолу Pro Evolution Soccer'де айта кетейін Астана командасы бар. Мен сол Астана командамыз ойын өзіміздің кәдімгі Қазақстанның Астана командасы. ФК Астана міне. Оған кімді ойнатқызсақ болады. ФК Астана мен Реал Мадрид ойнаса қалай қарайсыздар? Так, қазір параметрді қарап жүрек. 30 минут ең ұзағы, міне 5 минут звезда футбола емес. Профессионал нормально, да? Мен енді футболды қалай айтсам болады. Футболды шыны керек баяғыдан ойнаймын. Спорттық ойындарды көп ойнаймын. Мен Xbox'та ойнаймын. Ал компьютерден көп ойнамаймын. Себебі Xbox'та бар, оны не істеймін компьютерге тағы да жазып. Солай Xbox'та ойнап, енді ояқтан түсіруге болмайды. Түсіруге болса, сіздерге түсіріп берер едім. Сондықтан не? Ё-моё. Как кішкене енді затпен танысып ойын. Управлениесімен. Ё-моё. Ё-моё. Епті. Негізі фас емес қой. Салған кезіміз еді. Профессионал еді. Ап. Қызық, я. Себебі Қазақстанның Астана командасын Реал Мадрид ойнап отыр деген бәріне қызық болады. Бір қуанғаным осы PES 2016-та біздің Астананы салды. Осы 2015 жылы PES 16 шығарардың алдында опрос жүргізген болатын. Лигаға қайсы елді салайық деп. Сол кезде Қазақстан көп таңдалған болатын. Сосын өздері ФК Астананы кешірістер ФК Астананы таңдаған болатын. Бұл өтте біз үшін жақсы жаңалық, себебі көп іздейсің ойындардан. Біз енді қуаныштымыз, тағы өйстіп Қазақстан командалар шықса өтте күшті бар еді. Ей, ё-моё. Давай, алдық, Марселодан кетті. Қазақстан, ё-моё, жүгір. Бірге кетіп қалма тек. Болды менен. Тану. Ё-моё. Тым болған жоқ пын сонда? Да ну. Менің қателігім кешіресіздер. 1-0. Еште етпес. Болу керек бұл. Ё-моё. Олар енді опасно ойнап отырып жата. Не үшін зырғанадым? Үсті ол керек. Давай. Тағы да мен қатты опасно ойнап қойдым. Максимов ешін етпес бәрі алда. Опа. Ұста. Біздің Эрич өте мұқты. Деп айтсам болады енді. Жоқ, шынымен де жақсы вратарь. Опа. Жарайды. Енді келесі таймымыз біздің. Бұл жерде жеңісті қолдан бермеміз керек. Опа. Енді шетелде өтіп жатыр. Қазақстанда өтіп жатыр екен ғой. Астана аренада өтіп жатыр. Өтіп өтіппін. Домамыз. Ё-моё.
О, Бейл, Бейл. Бейл 2016 жыл қуып кеткен адам. Ей, ё-моё! Бұл не болды жаңа? Негізі дұрыс істеді бір жағынан. Салып кететін еді, біздің вратарь кішкене тупик етіп қойды. Христианға. Кристиан. Сәтті. Сәтті болды. Мә, не болды тағы да? Мә, саған екінші пенальти. О, жоқ, енді опасно, точно опасно. Себебі Криштиануларға шанс көп болды. Да ну, шошып кеттім, повтор екен ғой. Қорғап тастадық енді. Криштиан сала алмай қалды. Енді тебе. Мә. Ұтылып қалсақ ештеңе етпес, бұл біздің ең соңғы ойынымыз емес, ең соңғы видеомыз да емес. Әлде мүмкін футболдан видеолар шығып тұрар. Сондықтан астына ұтылып қалды деп қайғырмаймыз, негізі шын өмірде болса да ұтылып қалуы мүмкін, себебі қазір олардың ойындары Реалдікіне енді. Лигада болса да Реалдікіне жетпейді. Бұның өзі оларға өте бақыт шығар деп ойлаймын. 1-0 деген есеп. Опа, жақсы жетістік 1-0 дегеннің өзі Реалмен. Опа, біздің Фокси. О, бітті. Екінші гол. Бұл жерде енді Фокси бүлдіріп қойды. Негізі мана бірінші біз салғайын деп жатырдық. Салсақ. Да, ну. Жоқ, қайтта ойнайым сол үшін. Енді көріп отырғандарыңыздай, біздердің жүгіру қабілеттері жай. Міне шашылып қалдық. Асланның неге ұтылатынын түсінемін. Олар совсем көп шаршайды екен. Короче айтқанда ойын бітті. Ештеңе етпейді, бәрі алда. Сондықтан Астана командасына әлде жеңістер тілейміз. Сау болыңыздар достар, сіздермен бірге болған мен Майк Миллер. Бүгін бізде PES ойынына шолу болды. Көріскенше.